Бәріне сәлем. Бүгін меренговый рулеттің жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Қарапайым ғана заттардан жасалынған, бірақ барлығына ұнайтын, тіл үйретін, ауызда еритін меренговый рулет бір жегеннен адамды ғашық қылатын, қайта жегіңіз келе беретін, өте нәзік қана меренговый рулет. Барлығына жасап беруге кеңес беремін. Ал кеттік, бірге дайындаймыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа қажет болады. Барлығының мөлшерін астында қалдыратын боламын. Жұмыртқаның ағы мен сарысын екі бөлікке бөліп аламыз. Ақ уыз бен сары уыз қосылып кетпеуі қажет. Өйткені қозғағанда ақ уызымыз көпірмей қалады. Енді миксердің көмегімен алдымен жай жылдамдықта, одан кейін жылдамдықты асырамыз. Және де дайындап қойған қант ұнтағын қосамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды. Қосып, аздан араластырып, қайтадан қосып отырамыз. Және де бір шым-шым лимон қышқылын қосамыз. Дайындап қойған крахмалымызды қосамыз. Жүгері крахмалы болуы қажет. Барлығын мұқият жақсылап араластырып аламыз. Миксердің көмегімен өз формасын осылай ағып кетпейтіндей ұстап тұру қажет. Енді біз табамызды дайындаймыз. Осы кезде 180 градусқа пешімізді қосып қоямыз. Массаны табаның барлық шетіне бірдей етіп жайып шығуымыз қажет. Міндетті түрде бір тегіс болып шығу қажет. Енді пешке салып аламыз. Дәл осы кезде кремін дайындайтын боламыз. Кремді мен сливкидан және де творожный сырдан дайындайтын боламын. Енді творожный сырымызды салып аламыз. Барлығын міндетті түрде мөлшермен салып шығуымыз қажет. Қант ұнтағын саламыз. Енді барлығын миксердің көмегімен өз формасын ұстайтынға келгенше араластырамыз. Міне, пешімізден шықты. Өте биік болып піскен. Бұл қазір суығасын басылады. Енді бұны аударып аламыз. Мен дәл осылай етіп аудардым матаның көмегімен. Енді пергамент қағазынан ажыратамыз. Және де толықтай суытып аламыз. Міне дайындап қойған кремім, малинаның вареньясы. Енді ішіне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Барлық жеріне бір тегіс етіп жайып шығуымыз қажет. Өйткені орағанда рулетіміз қисық болып қалады. Енді малинаны осылай ішіне сызықтап жағып шығамын. Сіздер малинаның өзін қолдансаңыздар болады. Енді астындағы матаның көмегімен дәл осылай етіп орап шығамыз. Дәл осылай етіп орап шығамыз. Енді бұны ыдысқа салып безендіретін боламын. Безендірілу өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен қалған кремнен осылай етіп бетіне қойып шықтым. Және де малинаның көмегімен сәндеп шығамын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлығына ұнайтыны сөзсіз, ғашық болатын дәм. Енді малинаны осылай бетіне жағып шығамын. Енді әдемірек болу үшін таяқшаның көмегімен осылай етіп шықтым.
Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік.